Biz qayda baratırız? Qayda baratırız? Kуда yiyelim? Qayda baratırız biz? Түнде жаңбыр жауған жоқ, бәрі жақсы. Үстіміз кепті, киім кепті аздап. Аяқ киімдеріміз кеппей жатыр. Сол кішкене қиындықтар туғызып жатыр. Жалпы бәрі жақсы. Автобуста шай ішіп отырмыз. Марат Жыланбаев ағамыз сөйлеп жатыр. На чертом озере дорог нету. То есть только тропы. Дәл қазір бізге Марат Жыланбаев аңызға айналған адам өзінің дәрісін өткізіп жатыр. Негізге аңызға айналғанын айтатын болсам, бұл кісі әлемнің ең ірі шөлдерін жалғыз жүріп өткен. Бұндай адам адамзат тарихында жоқ. Ондай екінші адам жоқ. Және де рекордтар кітабына, Гиннестің рекордтар кітабына бірнеше мәрте енген. Лагерден 4 сағат жол жүріп, Ақмешіт деген жерге келдік. Үңгір бар дейді. Суреттерін көргенбіз, өте әдемі жер. Қазір өз көзімізбен көріп қайтуға келе жатырмыз. Экспедицияның ең бір жақсы таңдалған локациялардың бірі. Мынандай сайға түсіп бара жатырмыз. Мына жер шатқал. Адам өте көп. Большинство людей сюда приехали только ради этого, чтобы посмотреть Ақмешіт. Вот если вы не поехали с нами, вы будете нам завидовать, потому что здесь очень красиво. Жалпы үңгір энеолит дәуірінде құрылған ақтастардан тұрады екен. Мынандай қазір баспалдақ бар. Жаңа сайға түстік, енді қайтадан баспалдақпен көтеріліп бара жатырмыз үңгірге қарай. Бұған тектес үңгір Германияда бар, Қытайда бар. Дәл осы Ақмешіт үңгіріне сиятын үңгір. Үңгірдің ішінде 1 гектар 4 сотық квадрат метр площадь бар. Үңгірдің ұзындығы 163 метр. Ені 56-57 метр. Үңгірдің биіктігі 36 метр. Табанынан ортақ биіктігі. Жалпы үңгірдің ішінде өсімдіктер өседі. Қара ағаш және тутовник дейсіздер ме орысша. Және жаңағы жабайы жүзім, баласа өсімдіктер өседі. Үңгірдің аузы бұрын өте тар болған. Мынау жылдан жылға қарай жаңа адамдардың көбеюінен, ауа, жаңбыр сулардың әсерінен аузы үлкейіп бара жатыр. Үңгірдің ішінде температура жыл 12 айда 15-20 градустың арасында болады. Одан қатты суымайды, одан қатты ысымайды. Бір температурамен тұрады. Өйткені ішінде сквозняк болмайды. Үңгірдің аузына күніге 3 сағат түседі. Қыстың күндері 1 сағат, 1,5 сағат, жаздың күндері 3 сағат. Сол күннің шуағымен жаңа өсімдіктер өсіп тұр. Құдайдың кереметі, қараңыздар. 70 жылы Ленинградтық ғалымдар бұны жаңа метеорит түсінен пайда болған деген, ол жалған ақпарат ол. Ол енді дұрыс емес нәрсе, өйткені метеорит түскен жерде өсімдік өспейді, және адамдар ол жерде демаламайды, тыныс ала алмайды. Үңгірдің емдік қасиеті адамдардың жоғары қан қысымын төмен түсіреді. Бұл дәлелденген. Мен өзім осы жерде жаңағы профессормен бірге 4 мәрте журналистермен облыстық отырар Шымкент газеттерімен бірлесіп, біреуінде 12-15 адам тексеріп түсірдік. Қазір түсіп шығыңыздар, жоғары давлениесі барлардың бәрі шыққан кезде өлшесеңіздер нормаға келеді. Давление қан қысымы төмен кісілерге бастарын шамалы айналады. Әлсіздік пайда болады, кейін бірақ орнына келеді. Екінші қасиеті, мүмкіндігінше ішінде тыныш сақтап неге кіріңіздер? Қалай айтсақ болады? Медитативное состояние. Сонда бойларыңыз тазарады. Мынау жаман грязный энергия дейміз ба? Содан тазалайтын қасиеті бар үңгірдің. Үшінші дұғалар қабыл болады. Ал тарихта орны өте көп. Бұл жерде ашық заманда адамдар өмір сүрген, ішінде шағын тайпалар өмір сүрген, соғыс, жоңғар шапқыншы замандарында өмір сүрген, қарақшылардың да бұл ішінде паналаған кездері болған. Керуендер тоқтап бұл жерде пана мекен қылған бір замандарда. Кейінгі уақытта, кейінгі 150 жылдың ішінде бұл жер тоқтап қалды дағын. Кеш тәуелсіздік алған жылдан кейін 96 жылдары қайтадан үңгір пайдаланысқа, қолданысқа берілді. Ақмешіттің ішіндеміз. Ауқымы таңғалдырады. Өте үлкен үңгір. Ағаштар өсіп жатыр. Ішінде кәдімгідей жеке өзінің әлемі бар. Жақсы әсердеміз. Домалағана кесенесіне келдік. Кесене баг ішінде орналасқан.
Өте әдемі, өте салқын. Самал жел соғып тұр. Су ағып жатыр. Серуендегенге демалғанға жақсы жер.